Таймер циклический. LN дегенге 220 питание береміз. S1, S2-ге фазаны беріп, фазаны аламыз. Яғни плюсті беріп, плюс аласыз. Бұл жерден 220 шықпайды. 220 вольттық, міне, контроллер. Так, енді бұл жерде біз уақытты қалай қоямыз. Например, S дегенді, мынау R деген кнопка сброс. Сброс, яғни резет. S-ді 2 рез кратковременно бассақ, 1, 2. Мені қарасаңыз, выставлять етесіз. Бірінші уақытқа, например, 25. Я болмаса давайте аз қойық, 10-ды қойық. Келесі S-ді бір рез басамыз да, келесі демалыс уақытысы 4 деп қойық. Енді осын сохранить ете саламыз R-мен. Некеңіз жұмыс жасап отыр қазір. 7 секунд, 7 минут, 7 секунд жұмыс істейді. 4 секунд демалады қазір. 4 секунд. Циклический таймер кетті. 10 секунд жұмыс жасайды. Енді бұл жерде минут, секунд, сағат дегендерді қалай қоямыз. Ол үшін S-ді бірнеше секунд басып тұрасыз. P00 деген бұл жерде бізде секунд. P01 бұл минут. P02 бұл сағат. Мынау енді 100-ден 1 секунды тез жүреді, яғни 10-нан 1 секунд, яғни доли секунды деген сияқты. Енді бізге P00 бұл секунд тұра берсін. Келесі режимімізде P15, яғни циклический режим бұл. P014 бұл да циклический. А P1, 3, 2, 1 дегендер бұлар бірлез ғана срабатывать етеді, бұл ары қарай жұмыс жасамайды. Бізге керегі циклический P1, 5. Енді осыны міне R-ді бассаңыз сохранить етеді. Тағы да уақытты қалай қоямыз. S-ді 2 рез басамыз. Көбейтесіз, азайтасыз. Тағы бір басасыз, демалыс уақытсын. Көбейтесіз, азайтасыз. Көбейтіп отырмыз, азайтасыз. Енді осыны сохранить ету үшін R-ді бассаласыз болды.